Адам жалпы техника секілді. Оған да қуат керек. Біз дұрыс қуат алып білуіміз керек. Біз қуатты қалай алып жатырық? Егерде көпшілікке қарайтын болсақ, жүзде нұр жоқ, шаршаңқы, стрессте жүреді көбінде, да? Енді негізгі 4 қуат бар екен алатын. Біріншісі табиғи, ол физикалық қуат. Ол бізге ұйқыдан келеді, астан келеді, және де жаттығудан келеді. Екіншісі ол рухани қуат. Рухани қуат ол біздің саяхатқа шығып демалғанымыз, ол біздің жаңағы оқыған Құранымыз, жасаған садақамыз, балдарымыздың жетістігі, міне осыдан біз рухани қуат алады екенбіз. Үшіншісі негізгі қуаттардың бірі ол эмоционалды қуат. Эмоционалды қуат ол біздің айналамыздағы адамдармен жақсы қарым-қатынастан келеді. Туыс, тума, бауыр, достарыңыз, жұмыстағы, кәсіптегі сіздің қасыңыздағы адамдар. Міне осылармен жақсы қарым-қатынаста болсақ, солардан да жақсы қуат аламыз. Енді негізгі төртіншісі ол интеллектуалды қуат деп аталады. Ол ақыл, білім. Біз қандай пайдалы білім алып жатырық? Бізді дамытатын қандай кітаптар, қандай пайдалы видеолар қарап жатырық? Немесе біздің санамызды улайтын кері ақпараттарды қарап жатырық па? Міне осы да ойлану керек. Сіз қандай қуаттарды алып жатсыңыз?